Бүгінгі тақырып Python бағдарлама тіліндегі циклдар. Цикл дегеніміз алгоритмнің орындалу кезінде белгілі бір іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануы. Python бағдарлама тілінде циклды шығарудың екі түрлі жолы бар. Бірінші for кілттік сөз арқылы, екінші while кілттік сөз арқылы. For кілттік сөз арқылы шығарылатын циклдер бастапқы және соңғы нүктелері, яғни циклдің бастапқы және соңғы нүктелері белгілі кезде шығарған тиімді. Ал while белгілі бір шартқа тәуелді болған кезде немесе соңғы нүктесі белгісіз болған кезде қолданылатын цикл түрі. Давайте жеке-жеке тоқталып өтейік. Бірінші экранға 1-ден 10-ға дейінгі сандарды шығарып көрейік. Ол үшін бізде бірінші for циклында шығару үшін for кілттік сөз жазылады. Одан кейін осы циклдің ішінде қолданылатын уақытша айнымалыны көрсетеді. Мысалы, I деп алайық. Айнымалыдан кейін in кілттік сөзі қолданады. In кілттік сөзінен кейін уже диапазонды көрсету керек. For циклімен осы жиі кездесетін функцияның бірі range функциясы. Range функциясы бір міндетті және екі міндетті емес аргументті қабылдай алады. Яғни бір сан жазсаңыз, сол санға 0-ден бастап, сол санға дейінгі, сол санның өзі келмейді. Барлық мәндерді i-дың ішіне сақтап отырады. То есть range функциясы қайтарып отырады return арқылы. Мысалы, print i деп көрсетейік. Қандай мәндер қайтарғанын орындаймыз. 0-ден бастап, сол санға дейінгі мәндерді қайтарады range функциясы. Ол автомат түрде i-дың ішіне сақталып отырады. I тек осы циклдің ішінде ғана қолданылатын айнымалы. Әрі қарай біз жаңа айтып өттік, range функциясы бір міндетті және екі міндетті емес аргументті қабылдайды. Яғни мысалы сіз екі мән көрсетсеңіз, 5 өтірік 10 деп. Онда бұл range функциясында бірінші аргументіңіз ол диапазонның басы, екінші аргументіңіз соңы табылады. Екінші аргумент, как всегда, соған дейінгі стандарт қабылдайды. Осыны орындап көрейік. Міне 5-тен бастап 10-ға дейінгі стандарт шығарып тұр. То есть range функциясы 5-тен басталады, 10-ға дейінгі стандарт қайтарады. Үшінші аргумент ретінде берсеңіз, ол қадам санын көрсетеді. Нешеге артып немесе кеміп отырады, соны көрсету үшін. Мысалы, артып отыру үшін просто 10 санды енгізіп қоясыз. 5-тен бастап 10-ға дейінгі 3-ге артып отқанда 8-ден кейін 11 кірмейді, себебі соңғы мән бізде 10 болып тұр. 10-ға дейінгілерді қабылдай алады. Егер сіз теріс сан көрсетсеңіз, онда ол керісінше жүріп отыратын болады. Мысалы, 15-тен бастап 2-ге дейін кері бағытта жүріп отырады. Қараңыз. 15, 12, 9, 6, 3 деген секілді. Енді while кілттік сөзі арқылы жасатын циклға тоқтайық. While кілттік сөзінен кейін белгілі шарт қою керек. Егер ол шарт орындалса, ол циклдің денесі орындала береді. Егер ол шарт орындалмай қалған жағдайда, ол циклдан шығып кетеді. Мысал ретінде жаңағы 1-ден 10-ға дейін сандар шығарып көрейік. Ол үшін бізге алдын ала бір i 1 деп алайық, бастапқы нүктесін көрсетеді. Пока біздің i 10-нан кіші болғанға дейін осы цикл орындала береді. Print i. Егер осыны сақтап біз орындайтын болсақ, қазір цикл тоқтамай қалады. Себебі біздің i всегда 1-ге тең болып қала береді. Сол себепті циклдің соңында i-дың мәнін 1-ге арттырып отырамыз. То есть ескі мәніне 1-ді қосу арқылы i-дың ішіне қайта меншіктейміз. Орындап көрейік. Міне 1-ден бастап 9-ға дейін. Не себеп 9-ға дейін? Себебі шарт бізде 10-нан кіші деп алып тұр. Егер оның өзін қосып алғымыз келсе, онда теңдік белгісін қоюымыз керек. Қайта орындаймыз. Міне 1-ден 10-ға дейін уже. Цикл тақырыбына есептер шығарып көрейік. Бізде бірінші есеп m-нен n-ге дейінгі сандардың квадраттарының қосындысын табамыз. Бізде бұл жерде m айнымалысы бар, n айнымалысы бар және сандардың квадраттарының қосындысын бір жерге сақтап отыру үшін тағы бір айнымалы керек. Бұл есепте бізде бастапқы және соңғы нүктесі белгілі, себебі m-нен n-ге дейін деп тұр. Циклдің басы мен соңы белгілі, пока жазып алайық. In i дегеніміз бұл жерде осы циклдің ішінде ғана қолданылатын айнымалы, уақытша айнымалы. Range бастапқы нүкте бізде m-ге тең, соңғы нүкте n-ге тең. Аралығы 1-ге артып отырады. Жаңа айтып өткеніміздей, біз бұл есепті шығару үшін алдын ала m мен n-ді енгізуіміз керек. Input әрі қарай бізде жаңағы барлығының квадраттарын тапқаннан кейін оның қосындысын бір жерге есептеп отыруымыз керек. Мысалы ретінде сумма деген айнымалы алайық. И осы сумманы есептейік. Сумма тең
каждый цикл орындалғаннан кейін соның мәнін осы суммаға қосып отырамыз. Яғни сумма тең сумма плюс жаңағы формула болады. Формула бізде сандардың квадраттары. Яғни айдың квадраты. То есть бірінші цикл орындалады, айдың квадраты табылады, и суммаға қосылады да, сол қайта сумма айнымасы меншіктеледі. Мына ішіндегі нөлдің мәні уже келесі осы циклдің аяқталған мәніне тең болады. Экранға шығарып көрейік. Талдау үшін кішігірім мәнді алып көрейін. Тексеру үшін. Так, m-нің бастапқы мәні 1-ден 3-ке дейінгі. Бұл жерде неге олай шығып тұр? Себебі мына 3 саны мына n-ге кірмей тұр. Сол себепті 5 шығып тұр. Давайте n санның өзінде алайық. Қазір түсіндірем қалай цикл орындалған. 1, 3. Саны 14-ке тең. Енді бұл 14 қалай шықты? Соны қарастырайық. Давайте комментарий ретінде алайын. Бұл жерде комментарий решетка белгісімен белгіленеді. Ол программаға ешқалай әсер етпейді. Біріншіден айдың мәні m-ге тең болады. Солай ма? Яғни ол бізде бастапқы нүктесі m мына жерде көрсеттік. Циклдің басын 1-ге тең деп. Әрі қарай сумманы есептейміз. Мына формула арқылы. Сумма тең. Сумманың бастапқы мәні 0-ге тең. Сол себепті бұнда 0 плюс айдың квадраты. Ай бізде білесіздер 1-ге тең. Сол себепті 1-дің квадраты болады. Оның мәнін есептеп шыққанда сумма 1-ге тең болады. Бұл бірінші цикл аяқталды. Енді екінші циклға келген кезде range функциясы m-ді айды 1-ге арттырады. Яғни, қараңыз, екінші цикл келген кезде айдың мәні 1-ге артады, алдыңғы мәні 1-ге тең болса, мынаған 1 қосылады да, екінші циклда уже 2-ге тең болады. Әрі қарай сумма тең, алдыңғы циклдан белгілі сумманың мәні бізде 1-ге тең. 1 плюс айдың мәні бізде 2-ге тең. 2-нің квадраты. Оны есептеп кетсек, мынау 4 плюс 1 болады, сумма 5-ге тең болады. Уже 3-ші цикл кетті. 3-ші цикл бізде айдың мәні уже 3-ге тең болады. Себебі каждый цикл орындалған сайын мына уақытша айнымалымыз 1-ге артып отырады деп көрсеттік. Мына жерде жасырын түрде әдепкі жағдай бойынша 1-ге артып отырады. Сумма тең. Сумманың мәні алдыңғы циклдан белгілі 5-ге тең. 5 плюс ай бізде 3-ге тең. 3 квадраты. Есептеп келсек, мынау 9-ға тең. 9-ға 5-ті қосамыз 14. Есеп осылай шығып тұр. Екінші есеп 1-ден 100-ге дейінгі сандардың ішінде 9 цифры қанша рет кездесетінін есептеңіз. Бұл есеп үшін мен алдын ала қандай сандарда 9 цифр кездесетінін жазып алайын. Тоғыз цифр кездесетін барлық сандар бұл жерде 99 2 рет жазылып тұр, себебі 9 цифр онда 2 рет кездеседі. То есть 1 мен 100-дің аралығында 9 цифр 20 рет кездеседі. Енді формуласын жазайық. Бізде 1 мен 100-дің аралығы дегеннен кейін циклдің басы және соңы белгілі. Яғни бізде for жаңағыдай i деп ала берейік, әр келген санды айдың ішіне сақтап отырады. Бастапқы нүктесі 1 болады, соңғы нүктесі 100 болады. Арасында өтір болады, аргументтердің арасында өтірмен бөліп жазамыз. Келесі жолда біз барлық цифрды келген екен оны тексеріп отыруымыз керек. Яғни ондық бөлігі мен бүтін бөлігін. Ондық бөлігін 1 бөлік тексеруге болады, бүтін бөлігін 1 бөлік тексеруге болады. Бірақ дұрыс әдісін көрсең, біз цифрды циклға жібереміз. Яғни біздің цифрымыз ай 0-ден үлкен болғанға дейін деген шарт қоямыз. Егер біздің санымызды 10-ға бөліп, ай санын 10-ға бөліп, оның қалдағы 9-ға тең болса, онда қандай да бір счетчик керек бұл жерде бізге. Яғни қосымша айнымал керек. Мысал ретінде counter деп алайық. Counter тең 0. Егер 9 цифры кездескен жағдайда, онда осы counter 1-ге артып отыру керек. Counter тең ескі мәніне жаңа 1-ді қосып отырамыз. Егер ол сан кездеспеген жағдайда, яғни осы амал орындалғаннан кейін, осы біздің санымызды, мысалы 39 болса, 10 есеге азайтуымыз керек. 10 есеге азайтып, тек бүтін бөлігін алуымыз керек. Ол үшін сол ай санын 10-ға бөлеміз, бүтін бөлігін айдың ішіне сақтаймыз. Мысалы 39 тұрса, 39-ды 10-ға бөлеміз, 3-тен келеді, сол 3-ті айдың ішіне сақтаймыз. И осы цикл обратно мына 5-ші жолдан қайта
тексеріліп, мына шартқа сәйкес келсе 1-ге артатын болады. Жобаны сақтаймыз, орындаймыз. 20. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте бізде x-ің мәні 2-ге тең, n мәнін пернетақтадан енгізіп, көрсетілген формула бойынша есептеуіміз керек. Бұл есепті математикада қалай шығарады? Бірінші соған тоқталайық. Мына белгі сумма белгісі, сумма белгісінің астындағы мәннен үстіндегі мәнге дейінгі аралықтағы сандардың барлығын осы формулаға салып, барлығын қосындысын есептейді. То есть 1-ге тең болған кезде осы формуланы қояды, плюс 2-ге тең болғандағы осы формулаға қояды. Бұны қалай шығарамыз? Бізде бұл есепте тоже бастапқы және соңғы мәні k-ның мәні белгілі, то есть k-ның бастапқы мәні 1-ге тең, соңғы мәні n-ге тең сумманың. То есть n-ді біз k 2-ге тең, n-ді енгіземіз. Әрі қарай формулада жаңа айтып өткеніміздей бастапқы және соңғы мәні белгілі. Мысал ретінде уақытша айнымалы k деп алайық. Себебі мына k бізде 1-ге артып отырады. И осы формулаға қойып отырмыз керек. K in range бастапқы мәні бізде 1-ге тең. Сумма белгісінің астында көрсетілген. Соңғы мәні n-ге тең. n-нің өзін алатын болсақ, біз жаңағыда n плюс 1 деп аламыз. Әрі қарай осы формуланы барлығының қосындысын есептейтін тағы бір айнымал керек. Ол үшін жаңағыдай сумма деп алайық. Сумма біздің ескі мәнге мына жаңа осы формуладағы мәнді қосып отыруымыз керек. Яғни сумма тең ескі мәнге сол формуланы қосуымыз керек. Формуланы жазамыз. X-ің 2k минус 1 дәрежесі бөлінген 2k. 2 көйтілген k. Бөлек жақсы алайық. K бөлек шығып кетпеу үшін. Енді осы есепті шығарып көрейік экранға. Print сумма. Так, формуланы бір тексереміз. Әрі қарай орындаймыз. n-нің мәні қысқаша мен алайын, чтобы тексеруге жеңіл болу үшін. 3, 8,3. Қалай шықты? Осыны есептеп көрейік. Алғашқы цикл орындалған кезде бізде k-ның мәні 1-ге тең болады. Себебіне уақытша айнымалымыз. Мына диапазон 1-ден басып n плюс 1-ге дейінгі аралықты қамтиды. K-ның мәні бастапқы циклда 1-ге тең. Әрі қарай сумма тең. То есть біз 6-шы жолды жазадық. Сумманың алғашқы мәні 0 плюс x-дің 2k минус 1 дәрежесі. Бұл жерде k бізде 1-ге тең. X дегеніміз 2. 2 минус 1. 2-ның 1 дәрежесі болады. То есть x-дің орнында 2 тұр, k-ның орнында 1 тұр. 2-ні 1-ге көйткенде 1, 2-ден 1-ді азайтқанда 1, и 2-ның, то есть x-ің 2 дәрежесі болады, x бізде ол 2-ге тең. Есептің басында көрсетіледі. Бөлу жақша ішінде 2 көйтілген 1 болады. Себебі k-ның мәні 1-ге тең. 1. Осыны есептеп келсек, сумманың мәні 2-ні 2-ге бөлесіздер, 1 болады, 1-ге 0-ді қосқанда 1. Сумманың ішінде 1 деген мән сақталады. Екінші циклда бізде давайте k 2-ге тең болады, яғни range функциясы әдепкі жағдайда 1-ге арттырып отырады. Сумма тең, сумманың ескі мағынасы 1-ге тең, 1 плюс 2-ның 2k минус 1 дәрежесі. K-ның орнына 2 түскен кезде бұл жерде жақшадан 3 шығады, яғни 2-ның 3 дәрежесі бөлінген жақшаның ішінде 2 көйтілген 2. Есептеп келгенде мынау 8 болады. 8-де 4-ге бөлесіздер, 2, 2-ге 1-ді қосасыздар, 3 болады. Үшінші цикл орындалады. Үшінші циклда k тағы да 1-ге артады, яғни k тең 3. Сумма дегеніміз сумманың ескі мәні 3-ге тең. 3 плюс 2-ның мұнда 3 түседі. 3, 2, 6, 6-тан 1-ді азайтты 5, яғни 2-ның 5 дәрежесі бөлінген 2 көйтілген 3. Бұл жерде 2-ның 5 дәрежесі 32-ге тең, 2-ні 3 көйтсеңіздер 6. 32-ні 6-ға бөлсеңіздер 5,3 болады, яғни артында 3 қалады. Осылай жалғасады 3. И оның мәні 8,3-ге тең. Қайта тексереміз. 8,3.
Осымен сабақ аяқталды. Келесі тақырыптарымыз тізімдер.